Сәлеметсіңдер ме балалар, қалдарың қалай? Математика сабағына дайынсыңдар ма? Дайын болсаңдар сабағымызды бастаймыз. Ол үшін кітабымыздың 66-шы бетіндегі номері 146-шы тапсырмаға назар аударыңдар. Мен берілгенін оқимын, сендер мұқият тыңдаңдар, жарай ма? Кәнеки бастайық. Сырт пішіндері бірдей 8 сақинаның біреуі өзгелерінен жеңіл. Кіртастары жоқ табақшалы таразымен кем дегенде неше рет өлшеп, жеңіл сақинаны табуға болады. Балалар, бізде сырт пішіндері бірдей 8 сақина берілген екен. Мінеке 8 сақина дейді. Және осы 8 сақинаның ішіндегі біреуі басқаларына қарағанда жеңіл дейді. Енді бізге табақшалы таразының көмегімен кіртастарын пайдаланбай, осы жеңіл сақинаны табақшалы таразымен неше рет өлшеп табуға болады дейді. Енді балалар, алдымен мен сақиналарды мінеке қойып қойдым. Кәне бәріміз бірге санап шығайық. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 сақина. Енді балалар бірінші рет өлшеп, осы табақшалы таразыға 8 сақинаны 2 табақшасына теңдей бөліп саламыз. Яғни 8 бөлінген 2 дейміз. 8-ді 2-ге бөлсек 4. Демек, табақшалы таразының әр табақшасында 4 сақинадан салуымыз керек. Мінеке бірінші таразыға мен салып қойдым. Таразының сол жағындағы табақшасында 1, 2, 3, 4 сақина бар. Енді оң жағындағысын санайық. 1, 2, 3, 4. Табақшалы таразының 2 табақшасында сандары бірдей 4-4-тен сақиналар орналасқан. Бірақ балалар, таразының бір табақшасы төмен, ал бір табақшасы жоғарыда тұр. Демек, бір табақшасындағы мысалға сақинаның салмағы ауырда, ал екінші табақшасындағы сақиналардың салмағы жеңіл. Демек, біздің өзгелерден жеңіл сақинамыз осы табақшаның жеңіл жағында орналасқан. Яғни, мына 4 сақинаның ішінде біздің жеңіл сақинамыз бар деген сөз. Енді осы табақшаның жеңіл жағында тұрған 4 сақинаны балалар екінші таразыға салады екенбіз. Яғни екінші рет өлшеміз. Осы 4 сақинаны екінші таразыға саламыз. Енді 4 сақинаны теңдей етіп 2 табақшыға салуымыз керек. Яғни 4 бөлінген 2 дейміз. 4-ті 2-ге бөлсек 2-ден. Демек, екінші рет өлшейтін таразымыздың бір табақшасында 2 сақинадан болады екен. Мінеке санайық. Сол жақтағы табақшасында 1, 2. Оң жақ табақшасында 1, 2. 2-ге 2-ні қоссақ 4. Бұл біздің бірінші таразымен өлшеген жеңіл жағындағы табақшадағы 4 сақина. Енді қараңдар балалар. Таразының 2 табақшасында 2 сақинадан тұр. Бірақ бір табақшасы төмен қарай, ал екінші табақшасы жоғары қарай тұр. Демек, бір табақшадағы сақиналардың салмағы екінші табақшадағы сақиналардың салмағынан көп болып тұр. Жеңіл жағы жоғары қарай көтеріледі, ал ауыр жағы төмен қарай басып кетеді. Демек, біздің іздеген жеңіл сақинамыз мына табақшада тұр деген сөз. Бұл табақшада 2 сақина тұр. Біз әлі білмейміз, осы 2 сақинаның қайсысы жеңіл, қайсысы ауыр екендігін. Енді тағы да бір рет салып көрейік. Мінеке, бұл үшінші мүмкіндік. Үшінші рет салып жатырық. Енді осы 2 сақинамызды, жеңіл жақта тұрған 2 сақинамызды тағы да бір рет саламыз. Яғни 2-ні 2-ге бөліп тастаймыз. 2 бөлінген 2 тең болады 1-ге. Демек, таразының бір табақшасында 1 сақинадан болады. 1, 2. Мінеке 2 сақина. Бірақ балалар, табақшалардың әрқайсысында бір сақинадан тұрғанмен, бір табақшасы төмен қарай басылып тұр, ал екінші табақшасы жоғары қарай көтеріліп тұр. Демек, балалар, ауыр сақина бізде табақшаны басады да, жеңіл сақина табақшаны жоғары қарай көтереді.
Демек, жоғары қарай көтеріліп тұрған табақшада біздің жеңіл сақинамыз тұр деген сөз. Мінеки, ол бізде мына сақина екен. Мына сақинаның салмағы бізде басқаларына қарағанда жеңіл деген сөз. Мінеки балалар, біз табақшалы таразының көмегімен 3 рет өлшеу арқылы 8 сақинаның ішінен бір жеңіл сақинаны ажыратып алдық. Жазып қояйық. 8 сақинаның ішінен табақшалы таразының көмегімен дейміз. Көмегімен 3 рет өлшеу арқылы жеңіл сақинаны таптық дейміз. Жеңіл сақинаны таптық. Мінеки балалар, 8 сақинаның ішінен бір жеңіл сақинаны табу үшін кем дегенде біз табақшалы таразының көмегімен 3 рет өлшеуіміз керек екен. Сол кезде біз жеңіл сақинаны оңай табады екенбіз. Мінеки балалар, осымен біздің 66-шы беттегі номері 146-шы тапсырмамыз аяқталды.